Семейде алаш меценаты Сталинді қуғын сүргіннің құрбаны болған Мұхаммедхан Сейітқұлға қатысты құнды құжат табылды. Оны жұртшылыққа жария еткен Абай облыстық мемлекеттік архивінің қызметкері Лаура Қадырова. Бұған дейін Шәкәрім Құдайбердіұлының бұрын соңды ешқайда жарияланбаған фотосын тапқанда осы мұрағатшы маман болатын. Тілшіміз Азамат Қасымның сюжетін көрейік. Бұл өте ерекше құжат, латын әрпінде жазылған. Бұл Лаура Қадырованың бір жыл бұрын тапқан тарихи маңызды айрықша құнды құжаты. Абайтанушы ғалым Қайым Мұхаммедхановтың анасы Мақып-Жамал Сейітқұлованың прокуратураға жазған хаты. Әрине, өзінің жаңағы жұбайы Мұхаммедхан Сейітқұловты жазықсыз 37 жылы НКВД-ның азаматтары тұтқынға алып кеткен екен. Осы жөнінде не үшін ол кісіні тұтқынға алдыңыздар, ол жазықсыз адам еді дегендей жаңағы өтініш хатын білдірген екен. Хаттың өте құндылығы Қайымдай ұлы перзентті дүниеге әкелген Мақып-Жамал апамыздың жазған жалғыз ғана хат екен. Мұндай өзінің қолымен жазған хат ұрпақтарының қолында жоқ. Лаура Қадырова Абай облыстық мемлекеттік архивінде 2007 жылдан бері жұмыс істейді. Бұған дейін бірнеше құнды құжатты тауып ғылыми айналымға енгізді. Былтыр алаш ардақтысы Әлихан Бөкейханның 1919 жылы өз қолымен жазған өтінішін жұртшылыққа жариялады. 23 жыл мамыр айында Әлихан Бөкейхановтың Омбы қаласына сапары жөнінде құжат тапқан болатын. Бұл құжаттың жаңағы мәтініне емес, бұл құжаттың өзінің Әлихан Бөкейхановтың өз қолымен жазған мәні болып тұр. Абай облысының саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі комиссия мүшесі 2021 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Мұрағатшының 2009 жылы тапқан ерекше дүниелерінің бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының 3-ші фотосы. Бұл фото 1925 жылы түсірілген. Осы біздің архивте сақталған жаңағы Шыңғыстау жотасындағы түскен фотосурет әрине біз үшін үлкен тарихи құндылығы бар. Олай дейтін себебім, Шәкәрім бабамыздың осы уақытқа дейінгі түскен фотосуреті жаңағы толық кеудемен болған болса, ал үшінші табылған суретінде бүкіл денесімен Шәкәрім бабамыздың тұла бойы сұлбатын бізге көрсетіп бергендей болып көрінеді. Үш құжаттың да түпнұсқасы осында сақталған. Бұған дейін қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы аталған мекеме жақында жаңа мәртебеге ие болды. Жалпы Абай облыстық мемлекеттік архивінде 650 мыңнан астам құнды құжат бар. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 KZ, Семей.